Қазіргі Қазақстандағы артистердің барлығы врач болып кетті. Өйткені біреу айтады, шашыңды өсірем, біреу айтады, тағы бір жеріңді өсірем, шашыңды тұрғызам, тағы бір жеріңді тұрғызам деген әңгімелер көбейіп, сондай болып кетті да. Кезінде КВНщиктер, мысалы, Паянбаевтар, солар кино түсіре бастағанда, бұлар маман емес, өздерінің маман емес, неге бұлар кино түсіріп кетті, барлығы режиссер, барлығы актер болып кетті деп жанталасып едіңдер. Енді бұрынғы мен КВНщик ретінде, қазіргі врач ретінде мен айтамын, сіздер қазір врач болып кеттіңіздер. Кез келген нәрсені емдей аласыздар. Халыққа ой, жарнаманы жасаған кезде өлтіресіздер. Сондықтан әркім өз нәрсесімен айналысса деп ойлаймын да. Неге олай болып кетті? Дәрігердің функциясын атқарып кеттіңіздер. Еще ұялмай айтатын болдыңыздар. Күйеуіңмен, әйеліңмен былай жатасың, осынша уақыт жатасың деген сияқты. Өздеріңіз ішіп, өздеріңіз тексеріп көрдіңіздер ма? Или өздеріңіз өсіріп көрдіңіздер ма? Сол туралы не ойлайсыздар, қарапайым халық?